Күйеу баланың міндеті қандай? Күйеу баланың өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты, ел жұрты бар. Сол 4 жұртқа сыйымды болған жігітті нағыз ер жігіт дейді. Этнограф Болат Бопайұлының Тенгриньюс KZ'ке берген сұхбатында кез келген жігіт 4 жұртындағы рөлін дұрыс атқаруы тиіс дейді. Күйеу баланың бірінші міндеті жұбайын жақсы көріп сыйлау, ауыр сөз айтпау, боқтамау, қол көтермеу. Олай етсе жігіттің бағы қайтып, жолы байланады деген сенім бар. Күйеу бала қайынатасы мен қайынапасының алдын кесіп өтуіне, олардың есімдерін атауына болмайды. Атын атаса нашар күйеу бала атанады. Күйеу бала қызға ұрын бару кезінде оны қайын жұрты сынайды. Сондықтан атқаратын дәстүрлерді толық біліп, міндетін дұрыс атқарса, нағыз ер азамат аталады. Қайын жұртқа барған күйеу бала өзін қалай ұстауы керек? Қайынатасы мен қайынапасының төсегіне отыруға, қайын жұртынан жоғары шығып төрге отыруға болмайды. Босағадан оң аяқпен басын еңкейтіп кіріп сәлем беруі тиіс. Егер табалдырықты табанымен басып кірсе, қызымызды таптап дәстүрді атқармайды екен деп құдалықты тоқтатуы мүмкін. Сонымен қатар күйеу бала бата бермейді. Бұл әдепсіздік саналады. Қайын жұртына барғанда ылғи үйдің оң жағынан келуі тиіс. Қазақта күйеу бала қайын жұртына сүйеу бала деген сөз бар. Дәстүрді ұстанған, міндетін дұрыс атқаратын өнегелі күйеу балалар көп болсын.